Good morning, dear friends. Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін бірнеше белгісіздік есімдіктерін өтетін боламыз. Indefinite pronouns. One, once. I need a pen. Have you got one? Маған қалам керек. Сенде бар ма? Байқап қарасаңыздар, маған қалам керек. Бірінші сөйлемде мен зат есімді айттым. Екіншісінде мен one сөзімен алмастырдым. One сөзін сөздерді қайталамас үшін қоямыз. Яғни a pen one сөзімен алмастырылды. Жекеше ол бізде one деп қолданылады. Бір затты айтсақ. I don't like the red shoes, but I like the green ones. Маған қызыл аяқ киімдер ұнамайды, бірақ жасыл түсті ұнайды. Екінші сөйлемде red shoes көпше түрде аяқ киімдер. Яғни біз оны once сөзімен алмастырамыз. Себебі shoes көпше түрде тұр. Жекеше бір затты айтсақ one сөзін көпше түрде once сөзін қолданамыз. The one сөзі анау, ана, аналар деген мағынаны білдіреді. Тағы да бір рет түсіндіріп өтейін. Pronounce one once. When you want to refer to countable things, you can use one or once if it's clear what you are talking about. If you want to avoid repetition, you can use one when you are talking about singular countable nouns, or once when you are talking about plural countable nouns. Сөздерді қайталамас үшін және саналатын заттармен ғана қолданамыз. One сөздерін. One жекеше түрде singular countable nouns. I want a cup of coffee, but I don't have one. Мен бір шынайық кофе ішкім келіп тұр, бірақ қазір жоқ. Яғни екінші сөйлемде қайталанып тұрған жоқ. Көпше түрде once. I like those shoes, but let's buy these ones. Маған ана аяқ киімдер ұнап тұр, бірақ мына аяқ киімдерді сатып алайық. Тақырып түсінікті болса, жаттығуды орындап көріңіздер. Соңында жауаптары бар. Сабақты түсінді деген ойдамын, және мынау дұрыс жауаптары. Бай-бай.